Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, қытырлап тұратын, яғни маринадталған огурцидың рецептін ұсынатын боламын. Өте сенімді рецепттердің бірі. Міндетті түрде осы рецептпен қорықпай жасай берсеңіздер болады. Ең әуелі банкілерімізді стерильдеп аламыз, яғни 10-15 минутта буда қайнатып аламыз. Дәл солай крышкаларымызды да қайнап тұрған суда 4-5 минуттай міндетті түрде қайнатып алыңыздар. Енді қиярларымыздың екі шетін кесіп алып тастаймыз және жақсылап жуып тазалап салқын суда 2 сағат көлемінде салып қоямыз. Ал оған дейін қажетті заттарымызды дайындаймыз. Бізге болгар бұрышы қажет және ащы бұрыш, хрен жапырағы міндетті түрде, осындай укроп және қара бұрыш, сарымсақ және сірке қышқылы менде 70%. Енді осы дайындап алған заттарымызды жаңағы стерильдеп алған банкімізге біртіндеп саламыз. Хрен жапырағын міндетті түрде саламыз, себебі қиярымыздың күтірлеп тұруына бірден бір көмегін тигізеді. Және укропты саламыз. Енді болгар бұрышынан 2-3 саламыз. Қалауларыңыз бойынша 4-5 салсаңыздар да болады. Дәл солай сарымсақты да салып аламыз. Және осындай қара бұрышты саламыз. Енді қиярларымызды банкіге жайлап орналастырып шығатын боламыз. Видеодағыдай арасына бір-біріне арасында жақын қылып тізіп шығатын боламыз. Аралары неғұрлым жақын болса, соғұрлым біздің огурциларымыз жақсы болып шығатын болады. Мінекей барлығын дәл осылай толтырып аламыз. Келесіде тағы да банкіні қайталап көрсетейін. Міндетті түрде хрен жапырағын саламыз. Хрен жапырағы болмаса, шиенің сабағын қоссаңыздар болады. Дәл солай болгар бұрышында саламыз. Қалауларыңыз бойынша ащы бұрыш салсаңыздар болады. Және сарымсақты, қара бұрышты саламыз. Дәл солай қиярларымызды да орналастырып шығатын боламыз банкілерімізге. Барлығын бір қатар қып тізіп шығамыз. Симай қалған огурциларымызды кесіп салсақ та болады. Мінекей дәл осылай екінші банкілерін, барлық банкілерді осылай жасап аламыз. Енді дайындап алған банкілеріміздің үстіне қайнап тұрған ыстық суды толтырып құямыз. Себебі огурциларымыз суды сіңіріп алатын болғандықтан толтырып құятын боламыз. Дәл осылай 20 минут көлемінде бетін жауып қалдырамыз. Енді 20 минут уақыт өткеннен кейін огурциларымыздың суын басқа ыдысқа төгіп алатын боламыз. Дәл осы суды қайта қайнатып қойсаңыздар да болады. Мен бірақ қайтадан су қайнатып, басқа таза су құйдым. Міне екінші рет суымызды қайтадан құйып шығамыз. Қайнаған суларымызды толтырып құйыңыздар. Бетін жауып, тағы да бір 10-15 минутқа қалдырамыз. Және екінші суды да дәл солай төгіп тастаймыз. Банкідегі барлық суларымызды төгіп аламыз. Мен осылай 2 қайтара жасаймын. Бір қайтарып жасасаңыздар да болады негізі. Маған осы рецептпен жасаған ұнайды. Енді 2 рет қайтарғаннан кейін лабыр жапырағын қосамыз банкілерімізге. Және 1 ас қасықтан қантты саламыз. 2 ас қасықтан тұзды саламыз. Және сірке су қышқылынан жарты шай қасықтай құйып шығатын боламыз. Енді атылмау үшін аспиринді салып, қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып, закрывашкамен жауып шығатын боламыз. Аспирин салған себебіміз біздің банкіларымыз сенімді боламыз, сол кезде атылмайтын болады. Егер сіз үй жағдайында огурцилар жапсаңыздар, онда аспирин салмай қойсаңыздар да болады. Жақсылап жапқаннан кейін осылай ары-бері аунатып банкілерімізді тексеріп шығатын боламыз. Яғни су ақпаса біздің банкілеріміздің дұрыс жабылғаны. Міне осылай барлығын дайындап аламыз. Дайындап алғаннан кейін дәл осылай теріс қаратып, бетін жауып 1-2 күнге қалдырамыз. Сонымен біздің огурциларымыз дайын болады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін.
Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.